Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда денсаулығыма байланысты аздаған үзіліс болды. Ренжімеңіздер. Енді мен сіздермен қайта біргемін, қайта жаңа тағамдар жасап үйренеміз. Ал бүгін жасаған тағамымыз ол ең оңай рецептпенен балдарымыз сүйсініп жейтін, яғни картоп ішіндегі фарш деп аталсақ болады. Орысша айтқанда фаршированный картоп деп айтсақ болады. Қараңыздаршы, міне өте әдемі, керемет шықты. Видеоның басынан соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасап үйренейік. Ал ондай болса, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің кешкі асымыз деп айтсақ та болады. Кешкі асымыздың ең бірінші картопына кірісеміз. Картопын тазалап аламыз бірінші. Мінекей, құрметті көрермендер, картопымызды тазалап алдық. Үстіне 1 чай қасық тұзымызды салып, картопымызды пісіріп аламыз. Ал енді, құрметті көрермендер, біздің картопымыз піскенше бізге фаршымыз қажет болады. Фаршты бізден 1,5 килограмм және 1 дана жуа қажет болады. Жуамызды майда етіп турап аламыз. Майдап көбейіп етіп турап аламыз. Жуамыз дайын. Енді қызып тұрған сковородкамызға, яғни қазанымызға майымызды құйып, жуамызбен фаршымызды қуырып аламыз. Бірге жасайық. Құрметті көрермендер, сковородкамызға, яғни 50 грамм, 100 грамм майымызды құяйымыз. Майымыз қызғаннан кейін жаңағы майдалап тураған жуамызды саламыз. Жуамызды аздап қуырып алған соң, үстіне фаршымызды саламыз. Фарш бізде сиыр етінен туралған фарш, тартылған фарш. Жуамызды 5 минуттай қуырып алдық. Енді келесі үстіне фаршымызды саламыз. Мінекей, құрметті көрермендер, фаршымыз кішкене қуырып алдық. Енді үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз. Яғни тұзымызды 1 чай қасық және қарабұрыш. Қарабұрышты көп салмаймыз, неге десеңіздер, бізден балдар жақсы жейді, ашты болып кетсе жеуге қояды. Енді жай отта жарты сағаттай қуырып аламыз, баяу отта. Мінекей, құрметті көрермендер, фаршымызды жарты сағаттай қуырдық. Енді үстіне аздаған су құйып, тағы да 40 минуттай жай баяу отта тұжытып қоямыз, яғни бұқтырып қоямыз. Құрметті көрермендер, біздің фаршымыз, картопымыз піскенше бізде сыр бар. Сырымызды, яғни сұлы көне сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Қандай сыр алам десеңіздер де өз еріктеріңіз. Біз бүгін сыр сұлы көне алдық. Мінекей, құрметті көрермендер, сырымызды өткізіп алдық теркамыздан. Картопымыз да пісті. Картопымызды езіп, жақсылап суытып аламыз. Мінекей, картопымыз дайын. Жақсылап суытып аламыз. Ал енді біздің фаршымызға, құрметті көрермендер, 1 дана қызанақ қажет болады. Қызанақты майда етіп турап, майда етіп турап алып, фаршымыздың бетіне саламыз. Құрметті көрермендер, Şimdi kızarmamızı
1 чайник қасық томат пастасын саламыз. Тұзын дәмдеуіштерін көріп, үстіне аздаған су құйып, 10 минут тұрып қоямыз. Баяу отта әрине. Құрметті көрермендер, картопымыз суыды. Картопымызға енді 2 жұмыртқа саламыз. Қара бұрышымызды саламыз. Және осы картопымызға 2 қасық ұн саламыз. Жақсылап езіп аламыз. Мінекей біздің пюреміз дайын. Ал келесі этапты бірге жасаймыз. Мінекей құрметті көрермендер, енді қолымызға аздап майымызды жағып алайық. Картопымыздың ішіне фаршымызды саламыз. Және сырымызды саламыз. Осы картопымызға жаңағы бір-біріне біріктіреміз. Қолдарыңызды майлап тұрыңыздар. Әйтпесе картоптарыңыз қолдарыңызға жабысып қалады. Мінекей осылай картоптың көлемін жасаймыз. Тонкий қылып. Және сковородкаға 2 бетін аунатып қуырып аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, сковородкаға аздаған майымызды құйып, котлеттерімізді қуырып аламыз. Ал құрметті көрермендер, ондай болса бүгінгі котлетіміздің дәмін көрейік сіздермен, сіз боп, біз боп. Мінекей, қараңыздаршы, мінекей, ішінде ірімшігі езіліп, күшті боп шыққан. Ал піссімді деп дәмін көрейік. Ауызға салсаң еріп тұр. Өте дәмді. Үлкен кісілерге өте керемет тағам деп айтсам болады. Картоп ішіндегі фарш. Балдар да өте сүйсініп жейді бұл тағамды бізде. Өтірік айтпай қойын, осымен 2-ші рет жасап тұрмын. Бүгін вообще ерекше шыққан. Бүгін керемет шықты. Керемет, құрметті көрермендер. Жасап көріңіздер. Қараңыздар, қандай керемет. Ішінде ірімшігі езіліп тұр. Керемет достар, жасап көріңіздер. Ал құрметті көрермендер,
пікірлеріңіз болса, пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.